Ассаляму алейкум достар, сіздермен Айгүл Жасан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше, қолжетімді заттардан дайындалатын, бірақ өте дәмді болып шығатын пирогтың жасалу жолымен бөлісемін, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен 3 жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Видеода көрсетілген менің қалай жасағаным. Ақырындап ақ уыздың үстіне сары уыз ағып кетпейтіндей етіп ақырындап бөліп аламыз. Одан соң ақ уыздың үстіне жарты шай қасық тұзды салып, жақсылап миксерлейміз ақ көбік болғанша. Одан кейін үстіне ақырындап секерді аз-аздан қосып миксерлеп отырамыз. Секерді толығымен қосып болғаннан кейін үстіне сары уызды салып, солай миксерлей береміз. Жақсылап көтерілгеннен кейін енді үстіне 3 ас қасық өсімдік майын қосамыз. Осыдан соң өсімдік майы араласуы үшін аздап миксерлеп алсақ жеткілікті. Барлық сұйық массаларымызды қосып болғаннан кейін енді үстіне ұнды електен өткізіп қосамыз. Ұнға бірден қопсқышты қосып жібердім. Енді миксердің көмегімен тағы бір рет араластырып аламыз. Дайын массамызды табамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Енді осы аралықта шәрбатын дайындайық. Газге қоюға болатын кішкене табамызға секерді саламыз, үстінен су құямыз, және де одан соң 2 шай қасық какаоны қосамыз. Одан соң 30 грамм сары майды саламыз. Осыларды жақсылап араластырып алып, газде бір қайнатып алсақ жеткілікті. Пісіп болған бәлішімізді 10 минуттай суытып алсақ жеткілікті. Одан соң ағаш таяқшаның көмегімен видеода көрсетілгендей етіп барлық жерінен тесіп шығамыз. Енді жаңа дайындаған шәрбәтімізді барлығын бірден емес аз-аздан кішкене құйып отырамыз. Осы бәлішке қажетті барлық ингредиенттерді видеода және де видеоның астында міндетті түрде жазып кететін боламын. Шәрбәтті толығымен құйып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп жан-жағына жайып аламыз. Одан соң кішкене бір 30 минуттай қойып, одан кейін бәлішімізді кесіп жей берсек болады. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Құрамы қолжетімді болса да, дәмі өте ерекше, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Әрі әдемі, әрі дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, және де міндетті түрде мен каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Сол кезде мен салған видеоларым ең алғашқы болып сіздерге көрінетін болады. Сіздермен бірге болған мен Айгүл Жасан.